Қош келдіңіз, Теш мырза. Теш мырзаның сіздерге айтары бар. Мұқият тыңдауларыңызды сұрайым. Қайырлы күн, барлықтарыңызға жақсы естілеме? Сонымен слайдтарды көрейік. Бірінші суреттегі аса қауіпті теңіз құбыжығы. Оның қорқыныштылығы соншалық теңізшілер оны көргенде естерінен танып қалатын болған. Өте сүйкімді құбыжық екен. Шатастырып алыппын, Мектепте осындай ұлдарды қорқытып ақшасын қағып алып кететінмін. Таптым. Ал мынау Левиафан. Атлантидаға кірер жолды тосып жүретін алып құбыжық десек те болады. Бұл балықты ақ шараппен қоса беру керек. Солай емес пе? Жоқ, бұл мифтік теңіз жыланы. Бұл жайлы Тауратта жазылған. Қаһарлы араңын ашқанда лаулаған от шығады. Жоқ, қана аңғыш адамдарды қорқыту үшін ойлап шығарылған аңыз әңгіме де болуы мүмкін. Олай болса, бұл алып теңіз жыланын тауып қазбаға кірісеміз. Қазудың еш қажеті жоқ. Күнделікте жазылғандай мұхит түбінде үңгірме баратын жол бар екен. Ал онда мынандай ауа қалташасы бар. Ол жерге жетіп алған соң ежелі жол табамыз, сөйтіп Атлантидаға топ ете қаламыз. Қол жуғыштың сифонынан айнымайды. Картограф, тіл маманы, сантехник. Қыздар қайда қарап жүр екен? Сен қазба жұмыстар болады деп едің ғой. Мазамдалмаш, Капитан, мынаған бір қарап жіберіңізші. жарайды, сабақ аяқталды. Кеме шамдарын жағыңдар. Бұл не тағы? Әр заманның кемелері. Командир, мына дыбысты тыңдап көріңізші. Предештем, Командир. Латтанак, Командир. Нагеп, Левиафан апанна кіру жолы. Командир. Қақпаға кірер жолды сол жерден табасыздар деп жазылған. Командир, Я, Паккарт ханым, не болды? гидрофон белгісіз дыбыстарды байқады. Тыңдап көрсеңіз жақсы болар еді. Жарайды, динамикаларды қосыңыз. Бұл не тағы? Бір топ кит пе? Жоқ, одан да үлкенірек. Су асты тауларынан шығып жатқан жаңғырық шығар. Менің ордым отырғыңыз келеме қуана-қуана берем. Меніңше мына дыбыс күшейіп бара жатқан секілді.